Бәріне сәлем достар, бүгін мен сендерге осындай no makeup look дейді, яғни макияжсыз өте табиғи көрінетін макияжды көрсетемін. Алдымен бетті ылғалдандырудан бастаймыз. Ол Even Out сывороткасын қолданамын. Бұның құрамында витамин С, SPF бар және жақсы ылғалдандырады, бетті матовый қылады. Сосын көздің айналасына міндетті түрде крем для век жағамын. Бұның құрамында тоже витамин С ағартады, яғни қара дақтарды. Сол Even Out сериясынан және осындай өте ыңғайлы дозаторы бар. Сол дозаторынан кішкентай күріштің размерінде алып, соны көз астыма жағамын. Келесі бет терісін ылғалдандырғыш крем күндізгі. Бұның құрамында SPF бар. Тоже бетті жақсы ылғалдандырады және макияж жасауға дайындайды. Сонымен қатар SPF 20 бар. Күнделікті күннен қорғауға жақсы келетін крем. Негізі осы кремді де жағып жүре берсе болады. Бірақ бүгін мен сендерге макияж деген соң тональный крем жағып көрсетемін. А так мен көп жағдайда жай креммен барамын. Енді мына бьюти блендерді жақсылап сығып, ылғалдандырып аламыз. Размері 2 есе өсу керек және осындай пушисті болу керек. Сосын консилерімізді алып, кисточкамызбен кішкене ғана мөлшерін көздің астына жағамыз. Макияждарын көрінбесін десеңдер, осындай жұқа қабат жағып шығасыңдар. Тональный крем ретінде бұл макияжға Dior Forever жарасады. Бұның құрамдағы гүлдер күні бойына бет терісін ылғалдандырып, оған күтім жасап тұрады. Және осындай бір каплясы жеткілікті. Соны бетіме алдымен осындай точкалармен жағып аламын. Яғни аз мөлшерде әдейілеп, андағы точкамен қалдырған кезде как раз ол қатып үлгереді. Сосын бьюти блендермен осылай астынан үстіне қарай ақырындап жағамын. Соны байқап отырсаңдар, ақырындап жаңағы корректорды да сонымен бірге тушевать етіп жүремін, яғни араластырып жүремін. Блендер дейді ғой, бьюти блендер. Вот байқап отырмын, байқасаңдар, мына жерде тональный крем жоқ, мына жерде бар. Бірақ бар болғанның өзінде көрінбейді, себебі біз бьюти блендермен оны жақсылап араластырамыз. Міне соңғы результат қарап отырғандарындай. Келесі бетімізге де тез жағып шығамын. Келесі румяна. Тоже бұны да бүгін қалай осындай натуральный, табиғи қылып жағуды көрсетемін. Осылай қолдарыңа жағып аласыңдар да кішкене ғана мөлшерін кисточкамен көздің астына прям жағу керек. Сол кезде, оказывается, мен өзім байқадым да, менде бетім қызарған кезде именно осы көзім асты қызарады, сондықтан сол табиғи вариантты қолданатын болдым. Сендер де өздерінің артынан солай байқап көріңдер, қай жерлерің қызарады. Сол жерлерге румяна жақсаңдар, сондай табиғи болып тұрады. Міне көрдіңдер ма, жақтық, бірақ жаққанымыз көрінбейді мойнымызбен бірде. Енді осының бәрін, яғни кремовый продукцияның бәрін фикс спрей, менде бұл MAC-дан, осы спреймен жақсы қатырамыз. Бұл спрей айтпақшы күшті ылғалдандырады және көпке дейін макияждың тұрақтылығын көбейтіп тұрады. Енді қастың тек қана соңын ғана осы Jordani Gold'тың түсі менің қасыма келеді. Сосын еріндеріңе өздерің күнделікті қолданып жүрген нюдовый карандаштарыңмен сызып, үстінен жаңа помадаларын жағасыңдар. Максимально өздерінің еріндеріңе, яғни еріннің түсіне жақын помадан алсаңдар, сол кезде кез келген макияждарың no makeup look болып тұрады. Және мен тушты жақпаймын, оның орнына гелевый карандаш қоңыр түсте. Сонымен көздің ішкі водная линия дейді, сонысын ғана сызып шығамын. Сол кезде мені байқадыңдар, вроде бы туш жағылған жоқ, бірақ уже көздерің выразительно әдем болды. Енді пудраны жағамыз, бірақ пудраны аз мөлшерде, именно тональный крем обычно кетіп қалатын жерлерге, яғни көздің бұрышына, мұрынның бұрыштарына, осы жер менде обычно кетіп қалады. Сосын пудраның кішкене мөлшерін жаңағы үлкен кисточкамен алып, жай басып шығамын. Қатты прессовать етпеймін, жай басып шығамын. Әрі қарай кремовый продукттарды орнында қалдыру үшін біз құрғақ заттарды жағамыз. Яғни румяна, контуринг деген менде құрғақ түрінде. Міне қараңдаршы, астынан кремовый помада жатыр ғой, соның арқасында үстінен сухой продукт жаққан кезде румянаның түсі күшті бола бастайды. Және жаңағы Makeup Fix спрейдің үстінен жаққаннан соң бұл макияж бізде күнделікті, яғни 12 сағат бойына сақталу керек. 12 сағаттық тестті мен сендерге алдыңғы видеода көрсеткем, қарап шықсаңдар болады. Сосын міне мына ескі кисточка, бірақ өте күшті продукцияны жағады. Сонымен мен біраз контурингті жасаймын. Контуринг жаққан кезде қатты емес, именно құлақтан қастың шетіне дейін ғана жүндер түсіп қалыпты.
Сол, получается, құлақтан, короче, қастың шетіне дейін ғана жағамыз. Сол кезде такой натуральный эффект болады. Міне румянасыз вариант, енді үстінен румяна жағып жүргенде көрдіңдер ме, тіпті табиғи макияж болып кетеді. Міне соңында осындай табиғи макияж аламыз. Міне осылайша макияж тұр бетімде. Әдемі міне розовый пигмент және ешқандай айырмашылығы жоқ.